Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін жаңға қосылып піскен өте дәмді булочка дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет. Жылы суымызға сүтімізді қосамыз, және де сұйық майымызды қосып, бір жұмыртқамызды салып, бір ас қасық тұз, үлкен ас қасық ашытқы, және де үлкен 3 ас қасық қантымызды қосып, және де електен өткізілген 500 грамм ұнымызды салып, бәрін жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен бұл қамырды арнайы осы Kenwood Cooking Chef пешінде дайындадым. Яғни толық қамырды илеу және қамырды көтеру функциясы толық осы пеште орнатылған. Жақсылап бәрін араластырып алғаннан кейін жылы жерге қойып қоясыздар. Енді арасына салу үшін салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жаңғақ қажет. Жаңғақты алдымен мен духовкада сәл қыздырып алдым. Кейіннен осылай ұсақтап алдым. Оны сіздер кез келген, яғни погружной блендермен де езіп алсаңыздар болады. Жаңғағымызға сары майымызды, қантымызды және де сәл сүтімізді қосып, бәрін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қамырымыз біздің көтерілді. Міне, енді сәл қолымызбен басып, ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Және де теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай ұзынша етіп жайып, арасына жаңа өзіміз дайындаған салмамызды тегістеп жағып шығамыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай екі жаққа бүктеп, қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Екінші қамырын, яғни екінші бөлігінде дәл солай жайып, арасына салмасын салып, теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Енді бөлінген әр бөлікті осылай қолымызбен екі жаққа бүктеп, немесе қайырып, пергамент қағаз төселген формамызға саламыз. Және де бетін жұмыртқаның сарысымен жақсылап жағып, 200 градуста ысып тұрған пешке 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің арасына жаңғақ қосылған өте дәмді қамыры жұмсақ болып шыққан булочкаларымыз дайын болды. Бұл қамырмен кез келген булочка дайындасаңыздар болады. Яғни арасына міндетті түрде жаңғақ емес, яғни алманы да күштен өткізіп, корица қосып, өте дәмді салмақ салып пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лүпіл басып, қолдау көрсетсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет.